Ұлттық символдарымызға 32 жыл. Мемлекеттік рәміздер күніне орай қалада шеру ұйымдастырылды. Бөтелкені балмұздаққа айырбаста 5 маусым күні қалада экологиялық акция өтпек. Ақпанда құбыр ауыстырамыз деп жерді қазды. Оны жаппай аяқсыз қалдырды. Осылайда барынамызға Русаков көшесі 7-ші үйдің тұрғындары шағымданды. Айтуларынша, қыста үйдің артында жөндеу жұмыстарын жүргіземіз деген Балқаш су мекемесі жұмыстарын аяқсыз қалдырған. Кейін құбырлардан су ағып, даладан келген қоқыс бар барлығы ашық қалған шұңқырға жинала берген. Февраль айында бізде суық су болмаған. Балқаш су келіп біздің домның артында ремонтты бастаған еді. Ол кезде күн суық болды. Соның кейін олар толығымен жаппай, марттың кезінде құдықты жартылай жауып кеткен. Мына жерден су ақты мына жердің астынан. Мына жерден қазір міне судың жартысы қалды, подвалдың астына кетіп жатыр бізде. Мен акимнің приемында апрель айында болғанмын. Акимге айтқанмын. Аким айтқан 10 күннің ішінде келеді деген, мен бір ай болды, жоқ. Енді бүгін КСК-ға звондадым, кеше звондадым, олар күнде маған айтады, міне келе жатыр, әне келе жатыр дейді, сонымен әлі ешкім келген жоқ. Мәселенің жай-жапсарын білмек болып, Балқаш су мекемесіне жүгіндік. Мекеме өкілі Русаков көшесі 7-ші үйге келіп, мәселенің анық-қанығын түсіндірді. Айтуынша, осы аптада үйдің артындағы құдық бар, содан бастап құбырдың бәрі айырбасталып, жөнделіп, барлығы қалпына келтірілмек. Осы Русакова 7 бойыншаға халықтан түскен арыз бойынша біз мына жерде түсіндірме айтып кеткім келеді. Қыстың айында, февраль айында, ақпан айында қатты осында бір 200 чугундық турба өтеді жер астында. Сол жарылып осында жұмыс істедік. Оны біткен кезімізде үйге баратқан подводка дейміз, және үйге кіретін. Ол суда жарылды. Ол да чугун болды. Сондықтан мына жерде жұмыс істеу қыс айында өте қиын болды. Жердің тоны 60-70 сантиметр болғандықтан жұмыс аяқтай алмай қалды. Енді бұл негізі жоспарда бар, айырып бастау тұрбасы мен қоса түгел барлығы. Бұл осы жұмаға дейін бұл жердің барлығын айырып бастап тұрба. Оның барлығын көміп, барлығын тегістеп кетеміз. Осы жұманың аяғына дейін істелетін жұмыс бұл. Ридме кітапқұмарлар клубының құрылғанына жарты жыл болды. Оқырмандармен кезекті кездесуге клубқа демеушілік көрсеткен Қоңырат мыс компаниясының өкілдері де қатысты. Кітап оқуға жаны құмарлардың басын біріктіріп жүрген 29 жастағы Әйгерім Аманғали есімді қыз. Бала кезінен кітап оқуға құмар жан Балқашқа көшкеннен кейін өзі сияқты кітап сүйер қауымды тапқысы келген. Сәкен Сейфуллин атындағы кітапханаға жиі барып, оқырмандармен өтетін кездесулерге қатысып жүрген. Кейіннен кез келген адам қатыса алатын жеке клуб құру идеясы туындайды. Сегодня наша 6-я встреча. Так получилось, что вот уже полгода наш книжный клуб активно ведет свою деятельность. За это время мы прочитали успешно более 10 книг из разных жанров. Также помимо наших книжных встреч мы проводим игровые встречи. Мы играем в настольные игры, как я уже сказала, интеллектуальные и не очень интеллектуальные. Вот, у нас весело, интересно. Сегодня проходит наша... Бүгін кітап клубының 6-шы кездесуі өтті. Қаңтар айынан бері белсенді түрде өткізудеміз. Бүгінгі кездесуімізде демеушілеріміз клуб қатысушыларына шынаяқтар, үлкен термопод сыйлады. Сондай-ақ буккроссингке арналған әртүрлі жанрдағы қазақ, орыс және ағылшын тілдеріндегі 35 кітап тарту етті. Жалпы біздің клубта 60-тан астам қатысушы бар. Кітап клубы құрылғаннан бері жарты жыл ішінде қатысушылар әртүрлі жанрдағы 20-дан астам кітапты оқыды. Ай сайын бас қосады. Әр қатысушы айдың басында басты бір кітапты таңдап, міндетті түрде оқулары керек. Сонымен қатар тағы 2 қосымша кітап таңдалады. Бұл белсенді қатысушыларды көбірек тартуға мүмкіндік береді. Кітап клубына ашылған уақыттан бері келіп жүрмін. Клуб ашылғанын білгенде бірден қатысамын деп шештім. Өйткені жаңа достар таптық, ең бастысы барлығымыз бір тақырыпта әңгімелесеміз. Үстел ойындарын ойнаймыз. Қатысушылар әртүрлі салада жұмыс жасайтындықтан айтарымыз да көп. Кітап сүйерлер қатарына кез келген жан қосыла алады. Ең бастысы оқуға деген құштарлық. Қатысушылардың ең жасы 12-де болса, ең үлкені 68 жаста. Жаз бастала салысымен қатысушылар серуенге шығып, табиғат аясында көкжиектерін кеңейтуді жоспарлап отыр.
Пластик бөтелкелерді тапсырып балмызақ алуға болады. Ертең, яғни 5 маусым күні қалада сағат 18:00-ден 20:00-ге дейін Қазақ мыс мелтинг жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің ұйымдастыруымен экологиялық акция өтпек. Сусындар мен судың босаған пластик бөтелкелерін барынша көп жинап, акция өтетін жерге алып келсеңіз, 5 бөтелкені бір балмұздаққа айырбастап алу мүмкіндігіңіз бар. Акция қаламыздың бірнеше жерінде өтеді. Жастар алаңы мен тәуелсіздік алаңында, орталық саябақта және 17-ші орамның шекер дүкенінің алдында, Қоңырат шағын ауданының гастроном дүкені мен жұмысшылар кентінің Ақсоран дүкенінің алдында, сондай-ақ Балқаш станциясының Тандыр Хаус мейрамханасының алдында өтеді. Толық ақпаратты экрандағы телефон нөмірлерінен біле аласыздар. Елдің елдігін, ұлттық рухын, тәуелсіз мемлекет екендігін айқындайтын ұлттық құндылығымыз мемлекеттік рәміздер. 4 маусым мемлекеттік рәміздер күніне орай қала бойынша шеру ұйымдастырылды. Беделі махаббат қайрат екеулеп шымаралатқан денені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені елдіктің асқақ өлеңі жан-жаққа тартпай қазағым бір сөзге жинал дегені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені қиырда қалған қазақтың көзінің мөлдірегені көк тудың желбірегені жаныма қуат береді таласқа түссе жан мен ту жан емес маған керегі көк тудың желбірегені Баршаңызды Қазақстан Республикасы мемлекеттік рәміздер күнімен шын жүректен құттықтаймын. Мемлекеттік рәміздер халқымыздың биік рухын айқындататын айрықша құндылық. Тәуелсіздігіміздің тұғырлы болу үшін біз өз елімізді, туған жеріміз бен отанымызды ардақ тұтуымыз қажет.
болып тумағанда нетерем, бұл жалғаннан бақыт таппай өтерем. Желдей жүрік жылқы мінбей жалғанда, аламанда ат оздырмай кетерем. Қазақ болып тумағанда нетерем, өкініштен өртенерем өтемен. Қасиетті домбыраны қолға алмай, қоңыр үнді әуелетпен кетерем. Мен қазақпын бойымдағы қан қазақ, мен қазақпын мен шырқайтын ән қазақ.